достар, бүгінгі біздің видео сабағымызда эффект до и после. Эффект до и после. Алдын, сосын келесі. Алдыңғы нұсқасы, кейінгі нұсқасы деген сияқты. Ол үшін бізде мына видеомызды альт батырмасын басып, үстіне көшірмесін жасаймыз. Содан кейін видеомыз біздің ақ қара болып тұр, көріп тұрғаныңыздай. Біз оның үстіңгі нұсқасына қазір өзгертулер енгіземіз. Ол үшін біз өзгерту енгізу үшін оң жақ үстіңгі видеомызда мышканың оң жақ батырмасын басамыз да remove attributes басамыз. Бұл жерде бізде қана керек эффект қана сөндіреміз. Қалған жерін өзгеріссіз қалады. Remove attributes эффект. Мен бұған black and white деген эффект қолдандым. Көріп тұрғаныңызда бізде видео екі бөлік тұр. Мына бізде қара, мынау бізде түсті. Енді осыған біз қолданамыз. Эффект бар. Эффект linear vibe. Егер де менің алдыңғы сабақтарымызды видео сабақтарын көрсеңіздер, сіздер бұл эффектті мен қолданғанын көргенсіздер. Linear vibe. Енді linear vibe эффект контролста transition completion мысалы 50% қоямыз. Көріп тұрғаныңыздай бізде экранымыз мына жағын көрсек екіге бөлініп тұр. До и после деген сияқты. Енді біз бұны аламыз да былай істейміз. Мына жерде 100% мысалға міне 50% көрсетіп тұр. Енді біз мына жерде екі нүктесін қоямыз. Бірінші осы нүктеде мысалға осы нүктеге келеміз де бір точкасын қоямыз. Оны біз 0% дейміз. Оны ең басына қоямыз. Ал екінші точканы 100 дейміз. Оны видеоның ең соңына апарамыз. Видеоның соңы, видеоның басы. Көріп тұрғандай 90%-да мысалы мына видео бізде қозғалысы осындай болады. Егер біз мына жерде 90 емес 270 деп көрсетсек, бізде мына ауысқан сызығымыз ол плавно бөле жай бөле. Егер мына жерде мысалы 180 десек, үстіден астыға ауысады. 270 ол бізде оңнан солға. Ал 90% солдан оңға ауысады. Осындай түсінікті видеоны өзін қайталаңыздар, көріңіздер.